Әдебиеттік оқу. Сабақтың тақырыбы: жануарлар суды қалай ішеді? Шығарманың авторы Сейіл Боранбаев. Оқу мақсаты: шығарманың мазмұнын бірлесе құрастырған жоспар бойынша немесе өз сөзімен толық, таңдауына қарай мазмұндау. Үй жануарларын атаймыз. Қандай үй жануарларын білесің? Сиыр, қой, сиыр, түйе, ешкі, мысық, ит. Міне бұлар үй жануарлары. Өйткені адамдар бұл үй жануарларын арнайы күтіп баптайды. Судың бұл жануарларға қажеттігі бар ма? Қалай ойлайсың? Неге? Ал сен өзің қандай сусындар ішесің? Қалай ішесің? Төменде көрсетілген сусын түрлеріне назар аудар. Сүт, түрлі шырындар, айран. Міне, бұл сусындарды сен қалай ішіп жүрсің? Енді өлеңді тыңдайық. Жылқы малдың төресі, төрт түліктің төресі. Жылқы суды қалай ішеді екен? Тыңда. Жылқы жан жағына елеңдеп, үзіп ішеді. Тұнық суға тереңдеп, жүзіп ішеді. Себебі не сондағы? Тым талғампаз болғаны. Момын түлік қой суды қалай ішеді екен? Тыңдайық. Бас алмастан сіміріп, демде қанып алады. Томпаң жүгіріп, өріске ұзап барады. Себебі не сондағы? Адал, момын болғаны. Киелі түлік түйе суды қалай ішеді екен? Ұзын мойнын қашыққа бұрып тұрып ішеді. Асық, мейлің, асықпа, тұрып ішеді. Себебі не сондағы? Сабырлы, нық болғаны. Ең шыдамсыз төрт түліктің бірі ешкі суды қалай ішеді екен? Қойларменен таласып, иықтасып ішеді. Әркімге бір жанасып, тиіп қашып ішеді. Себебі не сондағы? Ұшып қонба болғаны. Сүтпен айранның, қаймақтың, бар дәмдінің дәруменін беретін сиыр суды қалай ішеді екен? Қара мұның айласын байқап ішеді. Шаңырақ мүйіз дәу басын шайқап ішеді. Себебі не сондағы? Сәл мазаңдау болғаны. Үй жайды күзетіп, иесіне өте адал жануар ит суды қалай ішеді екен? Тыңдап көрейік. Шашыратып, шығындап, жалап ішеді. Жан жағына ұрылдап, қарап ішеді. Себебі не сондағы? Тым қызғаншақ болғаны. Тамағы тойса пыр-пыр етіп ұйықтайтын, жалқауға айналатын мысық қалай су ішеді екен? Көрейік. Көзін жұмып, көлгірсіп, жалап ішеді. Бәрін өзі білгірсіп, санап ішеді. Себебі не сондағы? Сонша сараң болғаны. Міне, әр жануар суды өзінше ішеді екен.
Сусыз тіршілік жоқ. Өсімдік те, жануарлар да, адамдар да 5 қажеттіліктің бірі суды ішу керек екен. Енді өзің өткен сабақтардағы бар білігіңді есіңе түсіре отырып, судың денсаулыққа пайдасы туралы әңгімелеп бер. Әңгімеңді 10 шақты сөйлем етіп дәптеріңе жаз. Сөйлем бас әріптен басталып, нүктемен аяқталатынын ұмытпа. Ойыңды жинақтап, сөйлеміңдегі сөздерді санап отырып жаз.